кәсіпкер үшін іскерлік хат жазуды білу міндет. Болашақ әріптестеріңіз жазбаларыңызды оқып сіз жайлы пікір қалыптастырады. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз электронды хат жазысу әдебі жайында баяндаймыз. Поштаңызға хат келгенде сіз ең алдымен оның адресіне мән бересіз. Іскерлік хат жазған кезде жеке аккаунттарды қолданбаңыз. Сондай-ақ info, inbox деген сөздерден басталатын адрестен ешнәрсе жібермеңіз. Өйткені көбіне жұрт оны қабылдамай бұл хаттарды жояды. Ең дұрысы name.company.com тіркесін қолданған жөн. Яғни алдымен өз аты жөніңізді, кейін компанияңыздың атауын жазасыз. Получать деловые письма с личной электронной почты людей, которые используют никнеймы. Жеке электронды пошта адресінде лақап аттарды немесе үй жануарларының аттарын қолданатын адамдар бар. Мұндай хат алған әрине қызық, бірақ оны жазған адам сенім ұялатпайды. Сенің жауабың спам хабарламалар арасында қалып қалуы мүмкін. Хат алған адам ең алдымен оның тақырыбын оқиды. Егер ол қызықтырмаса, ашпауы мүмкін. Сол себепті электронды хат жібергенде бұл тармақты міндетті түрде толтырыңыз. Бірінші рет жазсаңыз, тақырыбы тартымды болғаны дұрыс. Ал бұған дейінді хат алысып тұрсаңыз, қысқа әрі нұсқа тақырып жарайды. Хат соңында түрлі шрифттер мен түрлі түстерді қолданып әуре болмаңыз. Тек маңызды жерлерін ғана белгілеп қойсаңыз жеткілікті. Іскерлік ортада хатты сауатты жазатын адамдар жоғары бағаланады. Сол себепті орфография немесе тыныс белгілерін жетік білмесеңіз, мәтінді ғаламтордағы арнайы редактор арқылы тексеріп алыңыз. Өйткені жазғаныңыз сіздің имиджіңізге тікелей әсер етеді. Іскерлік хат жазғанда қанатты сөздер мен ауызекі тілдегі сөздерді қолданбаңыз. Сәнге айналған смайлдар мен ғаламтордағы сленгтерді де жібермеңіз. Басында қайырлы күн дей салсаңыз жеткілікті. Бас әріптен тек маңызды сөздерді ғана жазыңыз. Егер бас әріпті тым жиі қолдансаңыз, хатты оқып отырған адам сіз байбалам салып отырғансыз деп ойлап қалуы мүмкін. Выражение доброго времени суток, оно всегда технически оправдано. Так как неизвестно, когда ваш собеседник... Кейде хат жазғанда оны жолдаған адам жазбаңызды қай уақытта оқитыны белгісіз болады. Әсіресе Ресей сынды алып елдерде бұл мәселе жиі туындайды. Өйткені мемлекеттің аумағы үлкен. Сағат белдеулері тым көп. Сол кезде басында қалай амандасу керек деген сұрақ пайда болады. Бұрын қағаз күйінде хат жібергенде қайырлы күн деп жазыла берілетін. Оны алған адам жазбаны кез келген уақытта оқи береді. Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Сол себепті мұндай ерекшеліктерге аса мән берудің қажеті де жоқсында. Бастысы өзіңізге ыңғайлы болса, жеткілікті. Егер хатты жұма күні түстен кейін немесе демалыс күндері жіберсеңіз, ол оқылмай қалуы мүмкін. Өйткені 2-3 күнде көп хат жиналады. Ал дүйсенбіде поштасын ашқан адам оны тез арада тазалай бастайды. Сіздің хатыңызда кәрзеңкеге кетіп қалмасын десеңіз, хатты уақытылы жазыңыз. Егер жазған хабарламаңызға электронды қолыңызды қойсаңыз, ол оқып отырған адамға жағымды әсер қалдырады. Сонымен қатар ол арқылы сіз өзіңіздің ісіңізді жарнамалай аласыз. Сондықтан астында сізбен хабарласуға болатын бірнеше нөмір, электронды мекен-жай, факс сынды байланыс құралдарын тізіп қоюдан жалықпаңыз. Мне не очень нравится, когда в конце письма используют фразы типа... Кейбір хаттың соңында өзара әрекеттестік үшін алғыс білдіремін деп жазатындар бар. Оны жақсы көрмеймін, өйткені оны жазған адам мені асықтырып тұрма деген ой қалыптасады. Өз басым ондайды қолданбаймын. Көбіне жазбаны ізгі құрметпен деп аяқтаймын. Іскерлік заң бойынша хатқа міндетті түрде жауап қайтару керек. Әйтпесе әріптестер сізге деген сенімді жоғалтады. 2 күн ішінде жауап жазғаныңыз дұрыс. Егер сізге одан көп уақыт керек болса, оның себептері жайлы алдын ала ескертіңіз. Бизнес хат жазу дәстүріне сәйкес алғыс айтудың маңызы зор. Егер сізге шақыру немесе құттықтау келсе, қойған сұрағыңызға жауап тез арада қайтарылса, алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Этикет ережелерін есте сақтайық, табысқа бірге қол жеткізейік.